Репов Ұлпан романы. Бірінші, екінші тарау. Есеней қостарын Артықбайдың үйіне жақын әкеліп қондырғалы жарты айға жақындап қалып еді. Екі мүсірептің екеуі де кетіп қалды. Есенейді жалғыз тастап кетті. Екеуі де наразы кеткенге ұқсайды. Біреуі істің басында болып та қасында болғысы келмеді ме қалай? Екінші мүсіреп мына бүркітім арықтады, басқа біреуін әкелемін деп кетіп еді, әлі хабарсыз. Елден қасында 3 жігіті бар, өз інісі Еменалы келіп еді. Олардан ет жеп қымыз ішуден басқа пайда болар емес. Сөйлесіп көңіл көтеруге де жарамайды. Аңға шықса далақтап шауып, айқайлап, шулап, аңды күндік жерден үркітіп жібереді. Бұлар Артықбайдың ауылын Есенейдің қоңсысы деп түсінетін болса керек. Несібелге қожаңдап сөйлесе бастады. Есенейдің ойын әлі күнге тани алмай, жастар жағы кезек-кезек Ұлпанға қырындайды. Еменалы ақмақ күні кеше мұзбел торы атты ертеп жатқан Ұлпанға: «Әй қыз, қоя бер атты. Бұл атқа сендей 10 қыздың құны жетпейді. Қоя бер» депті. Ұлпан аттың жүгенін сыпырып алып қоя берген екен. Есеней жалынып жалпайып қайтып алғыза алмай қойды. Есеней бүгін інісі Еменалыны қуып жіберді. Қоштасқанда жоқ. «Кет» деп ақырды айдап тастады. Ұлпанның көңілін осы жібітер деп ойлады. Онсыз да үзілді-кесілді жауабын айтпай, созбаққа салып келе жатқан Ұлпанға Еменалының қылығы әрине естен кетпес қорлау еді. Есенеймен терезесі тең адамның қызы болса, Еменалысымен бірге Есенейдің өзінде айдап тастайтын дөрекілік қой. Бірақ Ұлпанға ол ой келген жоқ. Уәдесі уәде, сөзі орнында. Жастық қырқаларынан алдақашан асып кеткен Есеней қыз ойының бірнеше түйіншектерін таба алмай жүреді. Соған тағы бір түйіншек қосты да қойды. Қыз дегеннің мұндай қиын екенін кім білген деп Есеней де қиналып жүр. Бес болыс керей уақыттың қандай қиын жанжалы болса да, бір ауыз сөзмен тындыра салатын атақты би бір қыздың көңілінде тағы не барын таба алмай жүргеніне әрі назаланады, әрі ызаланады. Әсіресе Ұлпан арзанға түспейтін қыз деген жұмбағын шеше алмай қойғаны батып жүр. Ірбіт, тобыл базарларының қайсысының қымбатшылығын айтады екен. Әлде қызда 40 есекке жүк болатын айла бар дейтін еді, айлалап жүр ме екен? Тым болмаса қарсыласса екен-ау. Онда оп-оңай мойнын бұрап тастар еді. Ол жоқ, түсіне бермес жымию бар. Неше рет кездессе де қыз мойындап қойғанын айтады да, одан әрі бір баспайды. Ойымдағыны өзің тап та өзің айт дегендей етеді. Онысын таба алмай Есеней өзіне өзі ыза бола бастағанда Ұлпан: «Алтай қыс осыдан басқа не ермегіміз бар, тағы да сөйлесерміз» деп кетіп қалады. Тегі енді қос тізгінді өз қолына алып тегеурін көрсетіп жібермесе болмаса керек. Есеней бүгін қыз көңілін түгел ақтарып, не тілегі болса да түгел орындауға, ант етуге әзір. Ұлпанның келуін күтіп отыр еді. Ақ үйдің ортасында от маздап тұр. Жұрт аяғы басылған шақ. Қасында екі жеңгесі Ұлпан келіп кірді. Әдеттегі еркекше киімде емес, қыз киімінде келіпті. Есеней қуанып кетті. Жоғарырақ отыр Ұлпанжан. Қартая бастаған адамның балаша қуанғанына жас жеңгелері бір-бір жымың, бір-бір қылмың етісте шығып кетті. Ұлпан бала күннен еркек шора болып ерке өсіп еді. Көшпелі елдің қызы жасынан ат үстінде әр кезде шалбаршаң болатын. Мүмкін өзінің қыз екенін де кейінірек сезінген болар. Бір туған аға інісі жоқ, қыз екенін сезінгеннен кейін де еркек балаша қалыптасқан еркіндеу мінезінен оңай арыла алмаған. Бүгін ол Есенейге қыз баланың табиғи сылалығымен бірге еркек баланың өр мінезін де ала келіп еді. Есеней: «Жоғары отыр» деді. Ұлпан да ығыспай төрге шығып, Есенейдің өзінен жоғары отырды. Отқа жақын отырсаң етті. Отқа жақын отырған тоңғақ болады дейді. Күн суық қой, мен тоңғақ емеспін, үйренемін. Артекем қалай? Күндегі қалпында. Маған ұрсып қоятын болар. Сізге кім ұрса алады? Ұрспаса болды. Осымен алғашқы беташар сөздер екі араны алыстатпаса жақындастыра алмай тоқталып қалды. Есеней күн бойы ойланған тегеурінге басқысы кеп: «Ұлпанжан, мен арзанға түспейтін қызбын дегенде не айтқың келді? Сол қымбатқа түсерің дүние малы болса да атын аташы» деді. «Мені ешкім сатпайды да, малды алмайды. Әке-шешемнің өз малын бағып алуға да шамасы жоғын білесіз емес пе? Сонда не болғаны?» «Не болғаны?» Неғып түсінбейді екен. Мен тоқал қатын болып босағада отырар дейм екен? Әлде мені бәйбішесінің сарқытын күтіп,
көзін сүзіп отыратын күңдікке көнер дей ме екен? Есеней таба алмай жүрген жұмбағын Ұлпан өзі айтуға бел байлады. Қалтарыс қалдырмай түгел айтпақшы болып, сіз мені қай үйіңізге кіргізбексіз деді. Отау үйге кірем десең отау бар, үлкен үйге кірем десең үлкен үй бар, қалағаның болсын. Жоқ, маған оңаша отау, ойнақ үй керек емес. Мен үлкен үйге кіремін де төрінде отырамын. Соған туысқандарыңыздың көзі үйренер ме екен? Бірақ күнде үйренеді. Есеней ордасының бәйбішесі сен боласың. Ол үйде отырған бәйбішеңіз бар емес пе? Жоқ, мен Өреліде тұрамын, ол кісі Сөреліде тұрады. Арамыз Құдайға айлансаң 7 жылдық жол. Есенейдің жұмбақтап айтқанына Ұлпан ойланбай-ақ түсінді. Өрел ат деп бір алдыңғы аяғынан, бір артқы аяғынан шалыс шідерленген атты айтады. Бұл күнде естіп жүрген сөзі. Ондай ат бос та емес, түгел тұсаулы да емес. Есеней өзін солай өреленген атқа теңеді. Сөре деп жаугершілік заманда өлген адамдарды мекеніне апарып жерлегенше қалдыра тұратын жарым үй, жарым жаппан айтады. Сол кездерден қалған Сөрелі деген жерлердің талайын Ұлпан өзі де біледі. Әкесі Артықбай Котсух келіп қалмағанда, соңғы жараланғанында мен де бір Сөреліде қала барар едім, әлде қайтер едім деп отыратын. Есеней бәйбішесін өлілгенше бөлек тұратын жерге айдап тастаған ғой. Арамыз 7 жылдық жол дегені, 7 жылдан бері осылай тұрамыз дегенде. Әйтеуір Есеней құрығынан құтылмасына бой сұнып қойған Ұлпан ең болмағанда тоқал емес, үлкен орданың бәйбішесі боларына көзі жетті. Есеней, деді Ұлпан, бұрын сіз деп сөйлеуші еді. Мұнысы бір табан жақындағанын аңғартқандай шықты. Есеней, екеуміздің арамызда ең кемі 40 жылдық айырма бар. Осыны ойладың ба? Ойладым жаным. 40 жыл болса қайтейін. 40-қа келгенде біздің елдің Есенейі сен болып қаларсың. Оған дейін сен менің Есенейім бола тұр. Мен саған сұлу деп, жас деп қызықтым ба, болмаса Есенейдің орнына Есеней болатын адам деп қызықтым ба, оны өзім де біле бермеймін. Әйтеуір осы түннен бастап менің Есенейім сенсің. Ұлпан Есенейдің соңғы сөздеріне ырзашылық білдіруге ыңғайланып еді. Құман леген көтерген, астау толы ет көтерген жігіттер үйге кіре берді. Ұлпан сол ырзалық білдірер көзімен күлімдей қарап, қара шұбар бетті бір сипап өтті де тоқталып қалды. Жігіттердің соңын ала Сәдір Артықбайды көтеріп әкеле жатыр. Кейінірек қыз шешесі Несібелі кірді. Жоғарылаңыздар деп Есеней тура келіп, төрді қонақтарына ұсынды. Мұнысы әр қонаққа көрсетілер қошамет емес, күйеу ибас еді. Созбақталып келген әңгіменің аяқталып қалғанын сезінген әке-шеше төрге шықты. Енді бұлар әр уақытта Есенейдің төрінде отыратырын мақтаныш етеді. Енді бұлардың панасы Қаршығалының қара орманы емес, Есеней бұларын мақтаныш етеді. Енді кәрі шойнақ бай Артықбай атанады. Соны мақтаныш етеді. Ол мақтаныш белгісі әзірше әке жүзінде де жоқ, шеше жүзінде де жоқ, қыз жүзінде де жоқ. Есенейдің ой түкпірінде ғана бар. Күле жүріп, күндей жүретін ағайын дейтін адамдарда ғана бар. Артеке, бүгін бір соғым сойып едік. Соның басын жұрттан бұрын сіздің алдыңызға тартып, батаңызды алуды лайық көрдік, деді Есеней. Мұнысы да күйеудің қайнатаға көрсетер құрмет еді. Ендігі бастың бәрі де алдымен сізге тартылады деп Сәдір де қостап қалды. Мұныкі де мән жайды түсінген адамның сөзі. Көзі ақиып бас келді. Төңкеріліп жалқындап қазы қарталар келді. Қымыз ішілді, шай ішілді. Артықбай батасын берді. Шай артынан Ұлпанның бір ескерткені есіне түсіп, Есеней Артықбайға қарап, Артеке, Ұлпанжан сіздің малжанға қарар қолыңыз қысқалығын айтқаны бар еді. Сол түйіншекті бұлай шешсек қайтер екен. Сәдір қосының иесі бүгіннен бастап Ұлпанжан болады. Бір тайына ортақ емеспін. Ұлпанжан жылқысын осы Қаршығалдан басқа жаққа аудармай ұстайтын болса, сіздің малыңызды да қоса бақтырар еді. Отырғандар түгел таңданысып қалды. Мырзалығы ма, бұл неменесі? Әлде жасы келіп қалған адам түптердің түбінде үйшілік ырым-жырыңнан сақтанып, Ұлпанның еншісін күн бұрын беріп қойғысы келді мекен. Қалайда бұл Есеней ғана істей алар іс. Қатал еді, озбыр еді, енді жан жүрегі жібейін дегенде. 1000 жаса алтын Ұлпаным. Есеней шырағым, мұныңа жете түсіне алмасақ та, қатын екеуміздің көңілімізді бірақ тындырдың. Найзаласар жай жоқ, іштен тынып отырған жайым бар еді. Қызым тастап кетпесе, мен тастап кетпеймін дедің. Болды деп, Артықбай көзіне жас алды.
Сібірдің генерал-губернаторынан келген алтындатқан берен шапанды алтын медальмен бірге Артықбайдың арқасына жапты да шалды Есеней үйіне жөнелтіп салды. Ұлпан үйіне қайтқан жоқ. Көптен зығырданы қайнап, ішіне жиналып қорлана берген ашу енді өзінің қарама-қарсы кер ақсына ауысқандай. Есеней қазір өте жұмсақ, өте көңілді еді. Қонақтары тараған соң Ұлпанның қасына жақын келіп отырып: «Ұлпанжан, менің еншімді бөліп берген несі деп ойлап қалма. Бұл еншің емес, сыйлығым. Басқа дүниені екі Есеней бірге билерміз. Мына қосты өзің оңаша биле, маған қарайламай биле» деді. «Алдымен кемпір шалымыз еш нәрседен тарықпасын, маған сол болады. Мен баласы жоқ, ұрпақсыз қалған адаммын. Ұлым да, қызым да, жарым да жалғыз сенсің күнім. Күнімдей жарқырап, ел жұртыма кейде айбынды, кейде мейірімді қарап, ордамызды жалғыз толтырып отырсаң, Құдайдан сұрар басқа бір тілегім жоқ. Тіземді жастанып, жантайшы маған қарай». Ұлпан Есенейді аяп та кетті. Есенейдің үлкен адам екендігіне қызығып та кетті. Басқа адам кім болса да Есеней бола алмас еді. Еркекке тіс те керек, іс те керек, білек те керек, жүрек те керек. Күн өтіп бара жатқан кәрі тарланда мұның бәрі де бар екен әлі. Шіркін-ай, бұдан 40 жыл бұрын қандай болды екен? Бұған кездеспегенде кімге кездесер едім? Сөз жоқ бір жасқа кездесер едім. Сол жасым Есенейдің оннан біріне тұрар ма еді? Кім білсін? Жоқ, тұрмас еді. Бір кезде Есенейді оғы болса атардай болып жүрген қыз енді көнбесіне көніп болған соң өз басын ақтар дәлелдер іздестіре бастады. Бұдан кейін көп сөз болған жоқ. Ұлпан басын Есенейдің тізесіне салып жантайып жатып: «Енді көп сөздің керегіне, Сибан дейтін өз еліңді, Күрлеуіт дейтін біздің елді түгел жинап той жаса да, бүгін айтқан барлық сөзіңді сол тойда түгел айт. Мен сонда ғана кіші Есеней атанармын» деді. Есенейдің табақтай жалпақ қара шұбар беті қыздың аққу жұмыртқасындай аппақ бетіне жақындай берді. Ұлпан көзін жұмды. Кәрі Каспий қара көк көзін ашты. Терекке жылы жүзбен амандасты. Жыбыр қағып қозғалып, сылқ-сылқ күліп, қатындалды қитықсыз араласты. Таң ата Есеней суға түсті. «Сен де түс» деді Ұлпанға. Ұлпан қарсыласқан жоқ. Кәрі дене қызынды да суынды. Есеней намазға тұрды. Жас дене суынды да қызынды. Ұлпан көрпе астына қайта кіріп кетті. Көрпе астынан жарқыраған жалғыз көзі Есенейде еді.